Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгінгі қазақ әдебиеті сабағымыздың тақырыбы поэзияның асқар шыңы Мұқағали Мақатаев. Бүгінгі сабағымыздың смарт мақсаты: Мұқағали Мақатаевтың өмірбаянымен танысады, ақын шығармалары туралы ақпарат алады, ақын өлеңдеріне әдеби-теориялық талдау жасай алады. Сабағымыздың мақсаты: қазақ халқының біртуар ақыны Мұқағали Мақатаевтың өмірі, шығармашылығымен таныстыру, ақын өлеңдерінің тақырыбы мен идеясы, мазмұны туралы түсінік беру, мәнерлеп оқу дағдыларын, тілін дамыту, сөз байлықтарын толықтыру. Күтілетін нәтиже: Мұқағали Мақатаевтың өмір жолын біледі, ақын шығармаларын оқиды, ақын өлеңдеріне талдау жасай алуды үйренеді. Бүгінгі сабағымыздың бағалау критерийлері 5 дескриптордан тұрады. Бірінші, сөздікпен жұмыс 1 балл, екінші, менің анкетам 1 балл, үшінші, кестемен жұмыс 1 балл, төртінші, өлең құрылысына талдау 1 балл, бесінші, ой толғау, яғни бейне жазба арқылы ақынның бейнесін сипаттап, өз ойын жеткізе алу 1 балл. Поэзия әлемінде өз ойын көркемдікпен, асқан шеберлікпен бере білу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Бұл тек шабыты өте жоғары, өлең шығару дарыны бар, үлкен талант иесінің қолынан ғана келеді. Сондай таланттардың бірі поэзия әлемінің асқар шыңы Мұқағали Мақатаев. Мұқағали Мақатаев өмірінің соңына дейін қолынан жүйрік қаламы түспеген, қазақтың қара өлеңінің құдіретіне, терең сырына қаныққан ақын. Сөз құдіретінің мән-мағынасын терең түсініп, сөз маржанын бейнелі өрнекпен кестелейтін Мұқағалидай ақын кем-де кем. Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев, шын аты Мұхаметқали, қазақтың лирик ақыны, мұзбалақ ақыны. Өз заманында лайық бағасын ала алмаса да, өзінен кейінгілер үшін мәртебесі биік, ақиық ақын. Мұқағали Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы, қазіргі Райымбек, бұрынғы Нарынқол ауданының Қарасаз ауылында дүниеге келген. Азан шақырып қойған аты Мұхаметқали. Мұқағалидың әкесі Сүлеймен қарапайым шаруа адамы болып жүріп, кейін отандастарымен бірге майданға аттанады. Мұқағали үйдің тұңғышы болған, оның артынан 1 қыз және 3 ұл туған. Ақынның қарындасы мен алғашқы інісі ерте көз жұмған. Соңғыларының есімдері Тоқтарбай мен Көрпеш. Қазақ дәстүрі бойынша үйдің алғашқы баласы ата-әжесінен тәрбие алуы тиіс. Сондықтан Мұқағали әжесі тиынның қолында өсіп, анасын жеңгесіндей қабылдайды. Балалық шағы соғыспен қатар өткендіктен, ақын тағдырдың ащы дәмін ерте татады. Мұқағалидың әкесі 1941 жылы майданда қаза табады. Мұқағали жастайынан әдеби шығармаларды сүйіп оқып, 14-15 жасынан өлең жаза бастайды. Нарынқолдағы орта мектеп-интернатта білім алып, кейін Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетінде, шет тілдер институтында, кейін Қазмудың заң факультетінде оқиды. 1973 жылы Мәскеу қаласындағы Максим Горький атындағы әдебиет институтының студенті атанады. Бірақ бұл оқуын соңына дейін тамамдамай, 1 жылдан кейін елге оралады. Өзінің айтуынша бұған балаларына деген сағынышы мен оқу бағдарламасына көңілінің толмауы себеп болған. Ақынның жары Лашын, Лашынның шын есімі Ләзиман. Жақындарының айтуынша ер мінезді болған үшін жұрт оны Лашын деп атап кеткен екен. Отбасыларында 6 бала дүниеге келгенімен 2 үлкен қызы ажал құшады. Ақынның жүрегіне жазылмас жара салған осы оқиға болатын. Екеуінен кейін 1953 жылы Жұлдыз, 58 жылы Алмагүл, 60 жылы Айбар, 66 жылы Шолпан есімді балалары дүниеге келеді. Ақын университет қабырғасында білім алмауды жөн көрген ақын ауылдық кеңес хатшысы, туған ауылында орыс тіл пәнінің мұғалімі, аудандық газет тілшісі қызметін атқарады. Өлеңдері республикалық баспасөз беттерінде 1950 жылы жарық көре бастайды. Кейін өзінің шығармашылық қарым-қабілетіне үлкен сенім артып, 1962 жылы Алматы қаласына қоныс аударады. Алып шаһарға келген соң Қазақ радиосында диктор, Социалистік Қазақстан газетінде тілші, Жұлдыз, Мәдениет және тұрмыс журналында мәдени қызметкер болып жұмыс істейді. Сондай-ақ Жазушылар одағының поэзия бөлімінде кеңесші қызметін атқарады.
Алматыда қаржылай қиындықтарға тап болғанына қарамастан, осылайша ақын әрдайым қара өлеңге деген махаббат отын тұтатып отырды. Қарасаз ауылында ақынның мұражайы 1991 жылы 4 шілдеде ашылған. Мұражайда 734 экспонат бар. Негізгі қоры 548, қосымша қоры 186. Негізгі қорда Мұқағали Мақатаевтың өзі пайдаланған кітаптар, өлеңдерінің қолжазбалары, шахмат тастары мен тақтасы, жеке гигиеналық заттар, өзі киген киімдері, портфелі, папкасы, тағы да басқа заттары сақтаулы. Мұқағали поэзиясының қайнар көзі шабыт тұғыры, туған елі, өскен жері, отан тағдыры, замана тынысы, замандастарының арман аңсары. Ақынның тырнақалды туындылары Нарынқол аудандық советтік шекара қазіргі хан тәңірісі газетінде 1948 жылдары жариялана бастаған. 1954 жылы бір топ өлеңі әдебиет және искусство қазіргі жұлдыз журналында, одан кейін бір шоғыры Әбділда Тәжібаевтың сәт-сапар тілеген сөзімен қазақ әдебиетінде жарияланған. Аз ғұмыр ішінде бірнеше лирикалық жыр жинағы мен дастандарын ұсынған. Мұқағали Мақатаев қаламынан «Қарлығашым келдің бе», «Дариға жүрек», «Аққулар ұйықтағанда», «Шуағым менің», «Өмірдастан», тағы да басқа жыр жинақтары туған. 45 жасында қайтыс болған соң Мұқағалидың екінші өмірі өлмес ғұмыры басталды. Ақынның артында қалған мол мұрасы «Соғады жүрек», «Шолпан», «Жырлайды жүрек», «Өмір өзен» тағы да басқа жыр кітаптары, «Қош махаббат» атты прозалық кітабы оқырманның қолдан қолға түспей іздеп жүріп оқитын шығармаларына айналды. Өмірді сүюдің ғажайып үлгісін көрсеткен Мұқағали «Жан азасы» поэмасында өмір туралы кемін тоғызды. «Аққулар ұйықтағанда» поэмасында ел наным сенімін қастерлеу, сұлулық үндестігін жыр етсе, Райымбек дастанында ел тарихын, ел басына қатер төнгенде қолына ту алып, жауына қарсы аттанған Райымбек Хангелдіұлының ерлігін суреттейді. Мұқағали Мақатаев поэзиясы жұмыр жердің барлық мәселесіне араласқан кең ауқымды тақырыпты қамтиды. Оның туған жер, адам тағдыры, өмір мен өлім, ана мен бала, ақын мен ақындық, соғыс тауқыметі тағы да басқа тақырыптағы лирикасы қайталанбас ұлттық сипатта, ұлттық зермен кестеленген. Сабағымыздың барысындағы әдеби терминдермен таныстырып өтейін. Лирика суреттеп отырған өмір құбылысына ақынның түсінігін, күйінішін, сүйінішін көрсететін көлемі шағын өлеңдерді айтамыз. Поэзия, өлең үндестігі әдеби туындылар. Поэзия сөзінің ырғақтық құрылысына, ұйқасына негізделеді. Поэзия ұғымы өлеңмен жазылған шығармаларды көркем прозадан ажырату үшін қолданылады. Ақын поэзиялық туындыларды ауызша айтып не жазып шығаратын өнер иесі, халықтың көркемдік талғамын қалыптастырып жалғастыратын сөз шебері. Бірінші тапсырма. Ақын өмірбаянына қатысты менің анкетам сауалнамасын толтырыңыздар. Екінші тапсырма. Ақынның шығармаларын тақырыптарына қарай топтастырыңыздар. Үшінші тапсырма. Ақынның поэзия өлеңін мәнерлеп оқыңыздар. Мұқағали Мақатаевтың поэзия өлеңіне сатылай кешенді талдау жасаңыздар. Платон платформасына ақынның өз даусымен оқыған өлеңінің бейне жазбасын салдым. Сол бейне жазбаны мұқият тыңдап, ой толғау жазыңыздар. Үй жұмысы. Мұқағали Мақатаевтың поэзия өлеңін жаттау. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Қандай әсер алдыңыздар? Өз әсерлеріңізді мына смайликтер арқылы көрсетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Платонс бағдарламасына сіздердің бүгінгі тапсырмаларыңызбен кері байланыстарыңызды күтемін. Сау болыңыздар. Сіздерге тек сәттілік тілеймін.